Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Адам баласы дүниені ғылым мен білім арқылы таниды. Бальзак тоқымай француздың тұрмысын, Толстой тоқымай орыстардың өмірін, Абай шығармаларынсыз қазақ халқын білу мүмкін емес деген екен атақты академик Зейнолла Қабдолов. Сонымен кітаппен өмірді танып, өрісін кеңейткен білімділер додасы алтын көмбе әдеби зияткерлік сайысы сіздердің назарларыңызда. Осының алдында терең білімдермен тартысты ойын көрсетіп, апталық білім бәйгесінің жеңімпазы атанған сайыскерлер бүгін айлық ойында бақ сынаспақ. Сонымен айлық ойынның сайып қырандарын ортаға шақырайық. Кемеңгер тобы жас әнші Серікбол Дайырбаев және де Абай атындағы педагогикалық университетінің студенті Нұрсұлтан Әмірбек. Біздің ойынымызға арнайы келіп отыр. Ал құрметті ойыншылар, біздің бабаларымыз өзі бір соғысқа шықпас бұрын, жорыққа шықпас бұрын ұрандарын айтқан ғой. Сондықтан да ұрандарыңызды еске түсірейік. Біздің ұранымыз Қазақстан біздің кемелдел, сіздермен бірге кемеңгер. Нұрсұлтан Әмірбек өзінің толымды ойы бар, қарымды қаламгерлікке баулып жүр. Қазақ сатирасын зерттеп, арманы осы жандардың қайта түлеуіне үлес қосу. Қазірдің өзінде оның шығармалары оқырманға жақсы таныс. Серікбол Дайырбаев өнер жолын бағындырып, халық сүйіп тыңдар әнші атану. Достықтың белгісін адалдықпен өлшейді, спортты жаны сүйеді. Бокспен кәсіби деңгейде айналысу арманы. Достармен жиі бас қосып, аң аулағанды ұнатады. Серікбол дегенмен де екінші дауыспен айтты ғой, әнші ғой. Ал келесі топ Шандос тобы Алтынай Ауанова, Болашақ газетінің тілшісі, және Мейрамбек Таубалдиев, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Қош келдіңіздер. Ерулі атқа ер салған, егеулі найза қолға алған батырлардың ұрпағымыз ғой. Құрметті ойыншылар, сіздердің де ұрандарыңызды тыңдап өтейік. Бәйгеге түсіп жарыспай, жүйріктің бағы жанарыма. Біліммен өнер жарасып, тәрбие тәлім табармын. Бұл бәйге ойдың бәйгесі. Кім жүйрік ойға сол алды. Ай, жарайсыздар, тек қана алға. Мейрамбек Таубалдиев поэзиямен сусындап, шығармашылық жолда аянбай еңбек етуде. Арманы ата жолын жалғастырып, беделді ұстаз болу. Қазақтың дәстүрлі күйі мен әнін жоғары бағалайды. Алтынай Ауанова, Алаш журналының тілшісі. Көркем әдебиетті барынша зерттеп, мамандық деңгейін қалыптастыру үстінде. Өмірде көргені мен түйгенін таразылап, шығармашылығына арқау етіп келеді. Ал енді біздің үшінші топ ұлан тобы Ғазиз Қарабалаев және де Мырзабек Рабдолла. Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы нөмір 86-шы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдері. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді қазақ халқы маңызды іске аттанбас бұрын бір ұрандаған ғой. Сіздердің ұрандарыңызды тыңдағымыз келіп тұр. Біздің ұранымыз тұмадай тұнық тілі бар, Алла берген ислами діні бар, көгінде нұрлы күні бар, алаш деген үні бар. Алды алаш ұранымыз, топтың аты туған жердің ту көтерер ұланымыз. Мырзабек Рабдолла сөзге шешен, іске жүйрік, асабалардың аламан бәйгесінде оза шауып жүлде алған. Ұстаздық жолда мыңдаған шәкірттер тәрбиелеп жүрген тәжірибелі мұғалім. Ғазиз Қарабалаев бос уақытында театрға барып, өнер шеберлерінің өнерін тамашалағанды сүйеді. Қазақтың саз аспаптарында ойнап, домбыраның қоңыр үніне құлақ түріп, әсем әуеннен ләззат алады. Спорттық бағдарламаларға деген қызығушылығы басым. Ал, қадірменді ойыншылар, білімділер мен біліктілер додасына қош келдіңіздер. Біз енді сенімді, серік еткен сайыскерлерімізге тек қана сәттілік тілейміз. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал, құрметті көрермендер және біздің айлық ойынның сайып қырандары, таяуда ғана еліміз суырып салма ақын, төкпе жырау, Нұрым Шыршығұлының 180 жылдығын атап өтті. Нұрым жыраудың жырдастандары мен суырып салма ақындығына Хиуа мен Маңғыстау, Ақтөбе мен Жайықтағы қалың ел тәнті болады. Ол қас жүйріктің белгісі, дуды көрісе жұлқынған, айтулы жүрек мен едім салдырмай қамшы ұмтылған деп төкпелеп түскен жыр жолдарымен өзінің мықты ақын екенін әрдайым тыңдарманның құлағына құйып отырған. Ал енді сіздерге қойылатын сауал, осы Нұрым жыраумен айтысқан ақындарды білесіздер ме? Бәрекелді Нұрсұлтан. Ол кісі жас кілеңмен айтысы, Балмырзамен, Қатағымен айтысы, сол айтыстарын білемін. Және де бір батыс жақта бір керемет ру бар, соның бір қызы бар. Адай руынан шыққан
Беріш қызы. Беріш қызы, дұрыс айтасыз, бәрекелді. Қосасыздар ма сіздер де? Әрине сонымен қатар Нұрым жырау Қашаған Күржіманұлымен айтысы, яғни діни айтыс. Оның өзі біз қазақ әдебиетіндегі соны сүбелі мол қазыналардың бірі деп есептемегеніміз жөн. Дұрыс айтасыз. Енді сол айтыстан бір үзінді есте қалған. Жатқа есімде қалмаған, бірақ мазмұны есімде. Жалпы дүние қалай жаратылған дегенде соған байланысты түрлі хадистерден үзінді келтіреді. Сонымен қатар меруертастан жаратылған туралында сосын Ол су айналып, су кейін буға айналады. Содан жер мен аспан пайда болады дейді. Дұрыс, қошеметтеп қойыңыздар, мінекей. Қандай керемет жастар. Ал, ағаларымыз сіздерші. Нұрым жыраулық кезеңі 1831 мен 1908 жылдар арасында өмір сүрді. Ол кісінің анау бағанағы батырларға арнаған жырлары болсын, кеше қоштасу деп анау ұзатылған алысқа кеткен қызға арнаған жырлары. Оның бәріне қанықпыз. Жалпы қазақтың биылғы 180 жылдық тойымен ол кісінің аруағы бір аунап жатқан шығар. Ол халық арасында суырып салма ақындығымен аты шыққан әйгілі ақын. Ал құрметті ойыншылар, бүгінгі білім бәсекесінде қамшы салдырмайтындарыңыз көрініп тұр. Олай болса сәттілік. Алдымен алғашқы айналымның ойын ережесін қайттан бір оқып өтейін. Алғашқы айналымда ұяшық таңдаудан бастаймыз. Ұяшықтарда кітаптар, ауыз әдебиеті, кейіпкерлер, ақын жазушылар, әлем әдебиеті, әмбебап деген 6 тақырып берілген. Таңдаған тақырыптарыңызға сай тест түрінде 3 сұрақ қойылады. Әрбір сұрақта 4 түрлі жауап нұсқа бар. 5 секундтан ойланасыздар әрбір сұраққа. Дұрыс жауап берсеңіздер, 50 пайдан беріп отырамыз. Келістік пе? Келістік. Түсінікті ғой. Олай болса ойынды бастайық. Ал кемеңгер тобы жандарыңызға жақын ұяшық таңдаңыздар. Біз соңғы ұяшық. Әмбебап ұяшығын таңдаймыз. Бәрекелді. Олай болса әмбебап ұяшығын ашайық. Алғашқы сұрақ. Құрметті ойыншылар, мұқият болыңыздар. Жаңа әдебиет, әдебиет майдан деп аталған журналдың қазіргі атауы. Жалын, жұлдыз, зерде, парасат. Нұрсұлтан, қасыңызда кім тұр? Әнші? Звезда жұлдыз. Сонымен журналдың аты қандай? Жұлдыз. Жұлдыз ба? Қошеметтеп қойыңыздар, жұлдыз. Абай қандай 5 нәрсеге асық болу керектігін айтады. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Екіншісі жан құмары, тән құмары. Үшіншісі талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Төртіншісі байлық, дәулет, мақтан, мансап, ысырап. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой дейді. 5 асылсыз көнсеңіз. Дұрыс, қошеметтеп қойыңыздар. Мінекей 100 ұпай қанжығаларыңызда. Бәрекелді. Рымғали Нұрғалиевтің 1965 жылы жарық көрген алғашқы ғылыми еңбегі. Трагедия табиғаты, айғанатты арғымақ, арқау, Сабыр Шәріпов. Соңғысы, Сабыр Шәріпов. Сабыр Шәріпов. Сіз қалай ойлайсыз, Серікбол? Дұрыс ойлаймын. Қосыласыз ба? Қосылам. Қосылсаңыз, онда қабылдаймыз. Дұрыс, қошеметтеп қойыңыздар. Ал Шандос тобы. Сіздерге де өздеріңізге ұнайтын ұяшық таңдауға Біздер рұқсат береміз. Сонымен әлем әдебиетін бірге. Әлем әдебиетін таңдаймыз. Әлем әдебиеті. Олай болса әлем әдебиеті ұяшығын ашайық. Алғашқы сұрақ. Маугли туралы Джунгли кітабының авторы Жюль Верн, Чарльз Диккенс, Марк Твен, Джозеф Киплинг. Джозеф Киплинг, әрине оны барлығымыз білеміз. Капитан қызы әңгімесі кімнің атынан баяндалады? Петр Чадаевтың, Евгений Онегиннің, Александр Белкиннің, Петр Гриневтің. Төртінші, Петр Гринев. Солай ма? Петр Гринев. Солай деп ойлайсыздар ма? Солай болу. Нақты жауаптарыңыз ба? Нақты жауаптарыңыз. Соңғы нені қайталаңызшы? Петр Гринев. Гринев, солай болу. Солай ғой? Солай. Әрине солай, қошемет. Ал үшінші сұрақ. Көбеевтің Крыловтан аударған мысалдары қандай атпен жинақ болып басылып шықты? Үлгілі тәржіма, үлгілі бала, 40 мысал, аударма мысалдар. Үлгілі тәржіма. Бірінші дұрыс жауап.
Солай ма? үлгілі солай. тәржіма. Қошемет, әрине дұрыс. Жарайсыздар. Ал құрметті ағалар, көрдіңіздер ғой, міне шәкірттеріңіз қандай? Сіздердің осып көтейін деп өздері бір ынта білдіріп жатыр. Енді сіздерде Жақсы қасиет. жақсы Бұрын қасиет шыққан пе? құлақтан кейін шыққан мүйіз озып дейді. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Дегенмен де бұл ойын. Сіздер сабақта отырған жоқсыздар. Сондықтан да жарысуға белдеріңіз бекем буыңыздар. Қай ұяшық таңдайсыздар? Біз енді кітаптар талдайық. Кітаптар ұяшығын ашайық. Ағылман Шөрековтің тарихи дастаны. Кенесары Наурызбай, Хан Кене, Емельян Пугачев, Исатай Махамбет. Бұл Исатай Махамбет. Исатай Махамбет. Әрине Исатай Махамбет. Келесі сұрақ. Мағжан Жұмабаевтың алғашқы өлеңдер жинағы қай қалада басылып шықты? Қызылордада, Қазанда, Орынборда, Мәскеуде. Бұл қателеспесек Қазан қаласы деймін. Қазан қаласы емес. Қателеспесеңіздер дұрыс, қошемет. Әрине Қазан қаласында. Қалдарбек Найманбаевтың 1965 жылы жарық көрген алғашқы повестері мен әңгімелер жинағы. Үміт өткелі, сол бір түн, даңқ тұғырында қоштасқым келмейді. Даңқ тұғырында. Даңқ тұғырында. Солай. Тұғырларыңыз биік болсын, әрине даңқ тұғырында, қошемет. Ал құрметті сайыпқырандар, мінекей барлықтарыңыздың қанжығаларыңызда 150 ұпайдан, демек барлығыңыз қол ұстасып бірге жеңіс тұғырына қарай қадам басыңыздар. Қане, қошемет. Қошемет, ардақты ағайындар. Нұрым жыраудың жырлары өнегелі өрнекпен өріліп, тасқа қашалғандай ұлағатты ақыл ойдың пәлсапалық тұжырымдарынан түзіледі. Мысалы, дүние деген сары алтын жетімдерді алдаған, қабаты қалың қара жер талай жерді жалмаған, бір өлімнің айласын шыбын жанның пайдасын ешкім ойлап таппаған деп, мәңгіліктің ақиқатын жырмен айшықтап береді. Төкпе жырдың төгілген жорғасындай артына өшпес із қалдырған Нұрым жыраудың мұрасы әдебиетіміздің асыл қазынасына айналды. Ал енді біз әдеби сайысымыздың екінші айналымын бастайық. Ал құрметті кемеңгер тобы, Аяз би ертегісінде жаманды шақыруға кеткен жігіт не себепті кешігеді? Ойланыңыздар, 20 секунд уақыттарыңыз бар. Ал енді жауапты тыңдайық, уақыттарыңыз бітті. Жоқ па жауап? Әттеген ай, өкінішті. Меңді сұлудың сұлулығына таңғалып, есінен танып қалады дейді. Шандос тобы, сіздерге қойылатын сұрақ. Ыбырай Алтынсариннің түлкімен ешкі әңгімесінде байқаусызда апанға түсіп кеткен түлкі одан қалай шығады? Ай, не деген оңай сұрақ. Ойланасыздар ма? Жоқ, персіз. Жалпы ешкі шөлдеп келе жатады. Сол кезде апанда жатқан түлкіні көреді де, түлкіден сұрайды: сен не қылып жатырсың онда? Сол кезде түлкі айтады: бұл дейтін апаның түбі сондай жанға жайлы салқын, түбінде мұздай бұлағы бар екен деп мақтай түседі. Соған сенген аңқау ешкі сол апанға секіріп түседі. Сол мезетті пайдаланған түлкі ешкінің мүйізінен басады, қарғып шығып кетеді. Аңыз осылай аяқталады. Ертегі. Дұрыс, қошемет. Мінекей тағы да 100 ұпайды қанжығаладыңыздар. Ал, құрметті ағаларымыз, ұлан тобының ұландары. Сұрақтарыңызды оқиын ба? Оқыңыз. Ал кеттік. Ыбырай Алтынсариннің аурудан аяған күштірек деген әңгімесінде сынықшы сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда не себепті Сейіт сыр білдірмейді? Себебі сен неге дыбысыңды да шығармадың? Не себептен сен ауырмайым аяғың дегенде, мен жаңа аяғым сынған кезде анамның айғайлап менен қатты қорыққанын көрдім, сондықтан да мен қабағымды шытпай жатқаным анамның жаны ауырмасын дегенім дейді. Қошемет, әрине. Ал құрметті көрермендер, олай болса қошемет көрсетіп, кемеңгер тобы 150 ұпай, Шандос тобы 250 ұпай, ұлан тобы 250 ұпаймен екінші айналымды аяқтады. Олай болса, Шандос тобы және де ұлан тобы бір қадам алдыға бассын. Қошеметтеп қойыңыздар.
Байқайсыздар ма, құрметті ойыншылар, алтын көмбеге де жақындап қалыңыздар. Тек қана алдыға. Ал сіздер жинақталыңыздар. Нұрым жыраудың абыл және қашағанмен айтысы сұрақ жауап түрінде құрылса, ал бізге толықтау жеткен жас кілең және беріш қызымен айтысы тапқырлыққа негізделген. Кезінде талай ақынды жеңген ақын қыздың сөзге жүйрік екенін білген. Нұрым жырау оның ең осал жеріне бұра сөз бастайды. Қызыл тіл сөйлей желді ескен, беріштің бір өнері ағаш кескен. Мал берсе беріш қызын бере берер, сізді де тоғалдыққа берер дескен деп, қыздың басы байлаулы екен бетіне басады. Қыз айтыста жеңілген мойындаған екен осылайша. Осыны біліп жүріңіздер. Ал құрметті ойыншылар, мінекей 3-ші айналымға да келіп жеттік. Қазір сіздерге сұрақ экраннан қойылады. Сұрақ қиындау, бұл айлық ойын. 100 ұпайды оңайлықпен алмайсыздар. Ал Шандос тобы экранға назар аударайық. Сұрақтарыңызға мұқият болыңыздар. Әдеби зияткерлік алтын көмбе ойыншыларына қояр сұрағым. Құдай-ау, ең болмаса өз қыздарын, өздерінің ең асыл аяулыларын қадірлей білмейтін. Тіпті қадірлемек түгілі табанға таптап аластап қор ететін бұл қандай ел? Қандай сорлы бейшара надан ел? Дейтін жолдар қай қаламгердің прозасында кездеседі? Сұрақ түсінікті ғой. Олай болса уақыттарыңыз кетті, ойланыңыздар. Мұхтар Әуезовтің бар ғой, есіне еспей ма? Бесігі түсейін десең, әйел теңсіздік туралы мақаласы бар ғой. Мақала емес, проза деп тұр ғой. Қамар сұлу? Өлеңмен жазылған ғой. Сөзбен жерлерін. Уақыттарыңыз бітті. Шандос тобы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Біләловтың сұрағына не деп жауап бересіздер? Спандияр Көбеевтің қалың мал. Қалың мал романы Спандияр Көбеевтің. Көрейік. Дұрыс па, бұрыс па? Жауабы. Қаламгер драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың Бибі Мәриям, ғашығым менің прозасы. Әт деген ай. Бұл прозаны оқып едіңіздер? Жоқ. Демек оқитын боласыздар. Ал, ұлан тобы, сұрақ өздеріңізге. Экранға назар аударыңыздар. Мұқият болыңыздар, көріңіздер қиындау сұрақтар. Алтын көмбе сайыскерлеріне қояр сауалым. Басында кешегі тымағы, үстінде жеңіл ішіктің сыртынан киген түйе жүн шекпен орнынан қозғала алмайтын әкесіне қорғалаған күйінде ұзақ тұрып қалды. Қорыққаннан қуаң тартқан, қорыққанына, ұялғанынан күлімсіреген қалпы бар. Міне, осы Ғабит Мүсіреповтің қай шығармасына бейнеленген әйел образы? Уақыттарыңыз кетті, ойланыңыздар. Жауаптарыңыз бар ма? Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романында. Ұлпан романы деп ойлайсыз ғой. Көрейік. Уақыттарыңыз енді бітті. Бұл Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романындағы өз заманынан бұрын арманда жеткен жарқында қайғылы Ұлпан бейнесі. Қошемет деп қойыңдар. Енді жолды өздеріңіздің балаларыңызға, інілеріңізге берейік. Ал Серікбол Нұрсұлтан, кемеңгерліктеріңізді көрсетіңіздер. Олай болса экранда шайық. Сұраққа мұқият болыңыздар. Әдеби зияткерлік алтын көмбе ойынының сайыскерлері. Менің сіздерге қоятын сауалым мынау. 20 деген жасыңыз ағып жатқан бұлақтай, 30 деген жасыңыз жарық ойнаған лақтай, 40 деген жасыңыз ерттеулі тұрған құраттай деп адам өмірін кезең-кезеңге бөліп, ғибраты мол толғау қалдырған жырауды атаңызшы. Ойланыңыз. Сізге жауап беру болмайды, Тілеуке Құлыкеұлы, Шалақын. Шалақын. Көрейік. Жауабы. 18-ші ғасырдағы Бұхар жырау. Бұхар жырау қалқаманында. Ойлан. Сонымен айлық ойынның сайыскерлері, біз ойынымыздың ең негізгі бөлімін аяқтадық.
Бұл ойында Кемеңгер тобы 150 ұпай, Шандос тобы 250 ұпай, ал ұпай санын қампитқан ұлан тобы 350 ұпай. Демек, ал құрметті ұстаздар, бір қадам алдыға басыңыздар. Құрметті сайыскерлер, ойынымыздың ең негіз бөлігін артқа тастап, 4-ші айналымға да келіп жеттік. Келесі қойылар сауалдың жауабы сыр сандықтың ішінде. Олай болса сыр сандықты студиямыз қалдырайық. «200 ұпай тігілген осы айналымда қойылатын сұрақ 3 топқа да ортақ. Шығарманың атын атап, сыр сандықтың ішіндегі затқа байланысын түсіндіріп берсеңіздер болды. Егер дайын болсаңыздар бастайық. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Кеттік. Сыр сандықта жасырылған нәрсе Қошке Кемеңгерұлының пьесасына арқау болған. Шешесі тарту еткен, алайда тұрмысқа шыққан соң дау-дамайға, кейін Халиманың өліміне себеп болған нәрсе не болуы мүмкін? Пьеса осы заттың атымен аталады. Сыр сандықта жасырылған затты және Қошке Кемеңгерұлының пьесасын атаңыздар. Ұлан тобы бірінші боп қол көтерді. Олай болса жауаптарыңыз тыңдайық. Алтын сақина. Алтын сақина. Демек, пьесаның аты да Алтын сақина деп ойлайсыз? Иә. Көрейік. Алтынға ұқсай ма? Алтын сақина, қошеметтеп қойыңыздар. Ақ шырқынай, мұнаның салмағы қандай ауыр. Қошеметтеп қойыңыздар, мінеки. Дараланып шықтыңыздар қалды. 4-ші айналымды қорытындылап өтейік. Кемеңгер тобы 150 ұпай әзірше. Шандос тобы 250 ұпай. Лан тобы дараланып 550 ұпаймен көмбеге қарай жақындай түсті. Міне қол созым жерде алтын көмбе. Әзірше оның кімге бұйырары белгісіз. 5-ші айналымның сиқыры өздеріңізге мәлім. Сіздер 3-ші рет ойнап отырсыздар, сондықтан да білесіздер. Қазір бұл айналымда 500 ұпай тігіледі. Демек, құрметті Серікбол мен Нұрсұлтан, сіздер жеңіс тұғырынан бір-ақ шығуларыңызға болады. Сіздерге де. Ал ағаларымыз өздерді бере қоймас деп ойлаймын. Сондықтан да сайыс тартысты болу керек. Олай болса, құрметті топ басшылары, алтын көмбенің алдына жақындаңыздар. Ал құрметті ойыншылар, көрдіңіздер ғой, айлық ойынның сауалдары қиын, сондықтан да мұқият болыңыздар. Ақылымыз сергек, қимылымыз шапшаң, санамыз ұшқыр болу керек. Сұрақты оқиым, 1 минут уақыт берем ойлануға. Егер жауабын тапсаңыздар, дереу қолдарыңызды көтересіздер. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, кеттік. Күлтөбеге жиналған ел Әнет бабадан не күшті деп сұрағанда, Әнет баба 3 күшті барын айтқан екен. Әнет баба атаған 3 күштіні атап беріңіздер. Нұрсұлтан, бірінші боп сен көтердің қолды. Ал Кемеңгер тобының намысын жіберме. Жауап бар ма? Әнет баба 3 күшті бар дейді. Бірінші ақыл күшті, одан кейін жүрек күшті, тіл күшті дейді. Әрине дұрыс, қошемет. Мінеке, нақты жауап. Жарайсын Нұрсұлтан, мінеке ойын тартыс өтті, дегенмен де ұпай сандарын бір оқып өтейін, содан кейін жеңімпазымызды анықтаймыз. Шандос тобы 250 ұпай, Ұлан тобы 550 ұпай, ал Кемеңгер тобы 650 ұпай. Демек бүгінгі айлық ойынның жеңімпазы Кемеңгер тобы. Олай болса алтын көмбенің иесі де Кемеңгер тобы. Олай болса Нұрсұлтан, Серікбол, алтын көмбенің ішіндегі қазына сіздердікі. Ал енді алтын көмбе ашылсын. Қошемет. Бәрекелді, қанеке, мені қандай керемет құнды сыйлықтар.
ұялы телефон мәдениет арнасының атынан және де құнды кітаптар, бағалы кітаптар. Ал енді бүгінгі ойында жақсы өнер көрсеткен ұлан тобы сіздерге де мінекей тамаша керемет Ильяс Жансүгіровтің 5 томдығы қошеметтеп қойыңыздар. Мәдениет арнасының атынан қабыл алыңыз. Шандос тобы сіздерге де керемет құнды сыйлық құтты болсын. Бұнымен қоймай 3 топқа да алтын көмбе әдеби зияткерлік сайысында айлық ойынға қатысып үздік білім танытқан үшін Кемеңгер тобына диплом мәдениет арнасының атынан. Сіздерге де осындай диплом Шандос тобы құтты болсын. Ұлан тобы сіздерге де. Құрметті ойыншылар, сыйлығымыз бұнымен аяқталмайды. Тағы да сіздерге керемет сыйлық. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрына шақыру билеттері. Бөлтірік бөрік астында спектакліне келіңіздер. Мұхамеджановтың қоюшы режиссері Талғат Теменов. Келіңіздер. Театрда жүздесейік. Қазақтың көркем әдебиетін насихаттап жүрген бірден бір Ақордамыз ол біздің ұлы театрларымыз. Сондықтан да театрға келіңіздер. Осындай тамаша спектакльде жолығайық. Мінекей, құрметті ойыншылар, тамаша ойын көрсеттіңіздер. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі айлық ойында маусымдық ойынға жолдама алған Кемеңгер тобына тағы да бір мәрте қошемет ардақты ағайындар. Сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгінде білім бәсекесінің тағы да бір жеңімпазын анықтадық. Ұлылардан қалған ұлы мұрамызды насихаттап, ұлтымызды ұлықтар жеңістердің ғана куәсі болайық. Кемелдігімізді көрсетер білім бәйгесінде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз сұрақтардан самал тежеліп қалдық. 3 мүмкіндігімізді жіберіп алдық. Бірақ дегенмен де біз үмітсіз шайтан дейді ғой. Біз үмітіміз алда тұрды. Соңғы мүмкіндік 500 пайда. Біз соны ұтсақ, соны алсақ аламыз, болмаса болмаймыз дедік. Бүгінгі ойында біздің қарсыластарымыз өте мықты болды. Мұғалімдер болды, студенттер болды. Біз енді шын керек бұл жерде енді менің көп үлесім қосылмаса да Нұрсұлтанның арқасында жеңіп отырмыз. Біз негіз жеңеміз деп ойлаған жоқпыз. Жеңу мақсат емес, жеңілу жақсат емес дейді ғой. Бақша болма дейді. Ойын бүгін өте тартысты әрі қызықты өтті. Шын жүріп қашанда биіктен көрінеді. Жеңістер тек жалғаса берсін деп тілеп білдіремін. Ойын барысында біз Нұрым жырау туралы біраз мағлұмат алдық. Сол үшін осы ойынға рахмет айтамыз. Сұрақтың бәрі жақсы, жеңіл ойдақ жүрген нәрсе. Тек соңғы кезде біздің сүрінгеніміз жастар жастығын танытып, бірінші қол көтеріп қойды, әйтпесе ойдақ тұрған нәрсе. Жеңіс солай. Бізде шабатын жебен шауып келдік. Ұстаз ретінде осы қазақтың әр баласы өз білімін осындай ортада көрсетіп, біліктілігін көрсетіп жатса, ол біз үшін де, баршамыз үшін де үлкен жетістік. Әрине, жеңістің анасы дейді. Қашанда баршамыздың жеңетін күндеріміз көп болсын дейміз.